Атырау қазақ елінің Еуропаға шығар қақпасы. Ұлы жібек жолының солтүстік тармағы осы өлке арқылы өткені тарихтан белгілі. Қала орталығындағы көпір Азия мен Еуропаны жалғап тұр. Мұның зор символдық мәні бар. Бір сөзбен айтқанда, еліміз түрлі өркениеттер тоғысқан 9 жолдың торабында орналасқан. Сондықтан қазақтың жерін ежелгі заманнан түрлі діни наным өкілдері мекендеген. Халқымыз діни ұстанымына қарап ешкімді кемсітпеген. Бәрі татулықта өмір сүрген. Жақында Астанада өткен әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының съезіне қатысушылар да мұны айрықша атап өтті. Тіпті Рим папасы Ұлы Абай және домбыраның құдіреті туралы терең ойларын айтты. Мен мұны бекерге айтып отырған жоқпын. Қазір жер жүзінде болып жатқан түрлі қақтығыстардың негізгі себептерінің бірі діни алауыздық. Біз елімізде тыныштық пен тұрақтылық болғанын тілейміз. Сол себепті бұл мәселені назардан тыс қалдырмауымыз керек.